Сәлем достар. Бүгін біз қызым екеуміз ойын ойнайтын боламыз. Кім бірінші жүрекке жетеді? Еміш мен ойнап. Мен кішкентаймын. Мақұл. Бүйтейік, тоқта. Келісіп алайық. Кім ұтса, сол адамның айтқан тілегін орындайды. Мақұл? Егер де мен ұтсам, сен күні ғой үй жинап, мен айтқан тыңдайтын боласың. Сен ұтсам не істейсің? Айтпаймын. Айтсай, қазір айта алайық. Шеш алайық та. Онда маған майданда әні сап бересіз. Мақызын әні сап бересіз. Бірақ кешке. Кешке. Мақыл. Давай. 1, 2, 3. 2. Солай істейсің ба? Ішін боямайсың ба? Енді мен кезегім. Хопа. 2. Енді сен кезегім. Бұлде болып жатыр. Дүкінішті. 2. Жоқ, былайдан бояса, сонда белгілі болады. Кейін жүректің ішін боятын боламыз. Ұтқан адам жүректің ішін бояйды. Я, келесі. Енді мен кезегім. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Азат қалды. 1. Енді маған 3 керек. 3 түсем екен маған. 4. Түспеді, енді сен керек. 4. 1, 2, 3, 4. Енді саған 2 керек. Маған 3 керек. Маған 2-міз ғой 1, 2 ғой. Менге 1, 2, 3 ғой. 1, 2, 3. Енді сен менің күні ой айтқанын істейді боласың. Кен жартысын мен бояйын, жартысын сен боян. Осылайша, ендігі сіздерге видео ұнаған болса, лайк және комментарий басып, бізге жазып кетіңіздер. Ал тілекті орындаған, орындамағанын келесі видеоға салатын боламыз. Дұрыс па, қызым?